Динара, костюм дайын ба тездеші? Дайындап қойғам. Динара, папкам қайда? Ой, үстелдің үстінде тұр. Әке, бүгін менде футболдан жаттығу бар, кешкісін алып кетесің бе? Ой, балам, бара алмайым. Бүгін жұмысым өте көп. Өзің келерсің. Анашым, үй тапсырмамды тексеріп бермеңіз ғой сол күйі. Естай, балам, қазір уақытым жоқ. Сосын тексерейікші. Ол кезде кеш болып кетеді ғой. Әке, өтінем бүгін мектепке өзің апаршы. Жаңадан бері не айтып жатырмын сендерге? Жұмысқа асығыспын. Жұмыстарым бүгін өте көп. Динара, бүгін мектепке балаларды сен апаршы. Қайрат, мен де жұмысқа асығып тұрмын. Қазір таксиге салып жіберем. Балалар, бүгін таңғы асқа уақыт жоқ. Карточкаларына ақша салып қойдым. Мектептен ішесіңдер. Жүріңдер, кешігесіңдер. Ой, менің келіншегім не пісіріп жатыр? Балалардың таңғасы ғой. Сенің жақсы көретін ыстық бауырсағын пісіріп қойдым. Иә? Бүгін нағыз қайырлы таң деген дастархан болып отыр десей? Балалар шақырайық. Балалар келіңдер, таңға ішеміз. Әкешім, Ау қызым, аналарға айтыңызшы. кім тесті мен қызғалдағым, а? Ой, әке, қызыңыз әбден еркелеп кеткен. Айтқан істетпей қоймайды. Соны айтам. Болды, шайларыңды ішіңдер. Еснай, тәбетім ашылып кетті ғой. Енді анамның қауы алдың ғой. Жандарым ас болсын. Же ойындар. Олынар, сау болыңыз әке, күніңіз сәтті өтсін. Сәлем. Қайсыңдар жігіттер? Жақсы, рахмет. Сендерді мамыраға келіп тастады ма? Иә, әкем ғой. Сәлем. Қалайсың? Сен кешегі тапсырманы орындадың ба? Иә, міне қара. Мәссаған, мынаны шынымен өзің салдың ба? Иә, бір жағынан әкем де көмектесті. Әкем? Сонда сенің де әкең жұмыс істемей қойды ма? Жоқ, неге сұрадың? Сонда оның бос уақыты көп пе? Жоқ, көп емес, бірақ маған бос уақыты табылады. Бұл сонда саған сурет салуға да көмектесе ма? Әкем сурет салуға ғана емес, барлық сабағымна көмектеседі. Жақсы екен. Ал менің әкемнің болса, уақыты жоқ, жұмысы жиналысы көп. Мамыр, жобаны жақындап қалды ма? Иә, Әреке. Уақытымыз. Сол жобаны кешке дейін тапсыруымыз керек. Уайымдамаш, Қайреке, бітіреміз. Тағы да бір қарап шықсақ, е? Егер кішкентай бір қателік жіберетін болсақ, жобадан айырылып қалуымыз мүмкін. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ біз ешқандай қателік жібермеді деп ойлаймын. Негізі сен артық уайымдайсың, Қайреке. Қалай түсінбейсің, уақыт аз. Ал жұмыс өте көп. Барлығына үлгеруіміз керек. Уайымдамаш, Қайреке, бітіреміз. Осы сен кейде барлық нәрсеге сабырмен қарауын түсіне алмадым. Мен әр нәрсеге өз уақытында қараймын. Жұмыс ол жұмыс. Ал отбасы, демалыс дегенге көңіл бөлу керек. Солар ғой бізге тыныштық сыйлайды. Жарай. Жобаны тез бітірші. Ау, балам. Не үшін? Әкеңе не айтасың? Біз сендердің үйірмелеріңе қаншама ақша төлеп отырмыз. Ал сен бармайым дейсің. Басымды қатырма.
Болмайды деп жатыр. Онда әкені сұранып көрсей. Ой, біздің әке ондайға рұқсат бермейді. Сабақ деп. Жарайды онда. Біз келесі жолы бірге барамыз. Жүр. Осыларға рахат, иә? Мамыраға еш нәрсеге тыйым салмайды. Досым, бұл жерді қайдамыз ба? Сөйтейікші. Бас деген кәдімгі істемей қалды. Динара қалай? Жақсы, шүкір. Жұмыста ма? Иә, жұмыста. Күлсім қалай? Жұмысқа шықты ма? Жоқ, үйде. Екеуміз бірдей жұмысқа шықсақ, бала шағаның тәрбиесі қалай болады деп уайымдайды. Ол да дұрыс қой. Жұмысқа шығып үлгереді ғой. Жұмыс орында сақталып тұр. Мына жобаны аман-есен тапсырып, заказчиктер мақұлдаса, бір қарқ болайын деп тұрмыз ғой, иә? Ой, бұйырса, жақсы табыс табайын деп тұрмыз. Бірақ бұл жобада оңай болған жоқ, иә? Қиын ғой енді. Бірақ сенің идеяларыңа менің ешқандай күмәнім жоқ. Қойшы досым. Керемет бәрі. Сен студент кезден осындай едің. Сен де осал емессің. Жобаларың бір-бірінен асып түседі. Мен сенімен жұмыс жасағаныма өте қуаныштымын. Тәжірибе алмасып. Маған да үлкен тәжірибе болды. Айтпақшы, Гүлім қонаққа шақырып жатыр. Мені ғана ма? Жоқ, отбасыңмен бірге де. Құдай қаласа барамыз ғой. Бірінші ана жобаны тапсырып алайық. Балаларды ертіп қой, бірге ойнасын. Жарайды. Кіреміз ба? Кеттік. Үй, жаным менің. Ботаққандарым кеп қапты ғой. Қалай өтті бүгін күндерің? Жақсы анашым. Анашым, бізде күшті бір жаңалық бар. Көш, қандай жаңалық ол? Бақыт бүгін шахматта 2-ші орын алды. Рас па? Жаным сол. Бірақ 1-ші орын алуға сәл қалды. Балам, 2-ші орын дегенде үлкен жетістік. Келесіде одан да жақсы болады. Е? Мен қуантып қойдыңдар ғой, жандарым. Балалар, Анашым, сіз жұмыстан ерте келіп қойғансыз ба? түсінбедім. Сендер не істеп отырсыңдар? Қосымша қайда? Алло, я тыңдап тұрмын. Динара ханым, сәлеметсіз бе? Сұрайын деген едім, енді ұлдарыңыз қосымша сабаққа келмейді ме? Жаңа топ құрайын деп жатыр едік. Түсінбедім. Олар не сабаққа бармай жүр ме? Соңғы бір ай қосымша сабаққа мүлде келген жоқ. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Ал, құлағым сендерде. Неге қосымшаға бармай жүрсіңдер? Анашым, маған математика ұнамайды. Бәрібір дымды үйреніп жүрген жоқпыз. Ай, неге дым үйренбейсіңдер? Біз әкең екеуміз күндіз-түні осы сендер жақсы мектепте оқысын, жақсы өмір сүрсін, ештеңеден кем болмасын деп тыраштанып жүрген жоқпыз ба? Ал сендердің жүрістерің мынау. Анашым, мен сурет үйірмесіне барғым келмейді. Оданша домбыра үйірмесіне барайыншы. Қайрат Омарұлы, кезек жеңісіңізбен құттықтаймын. Керемет жоба болды. Бұйырса қаладағы ең ірі жобалардың бірі болайын деп тұр. Рахмет, Сара. Сәттілік. Ал, астан алыңыздар. Ой, рахмет. Қайреке, кезекті жеңіс құтты болсын. Ой, рахмет.
бір міндеттен құтылдық, Иә. Балалар өсіп қапты Қайреке? Иә. Астан алып отырсаңдаршы балалар. Негізі осы балалар кейінірек тамақтанса да болар еді. Қой, ең басты қонақтарыңыз осылар ғой, балалар? Әке, мен бүгін жаңа сурет салдым, көресіз бе? Ой, ақылдым сол. Кейінірек көреміз, Жарайды. Әке, айтпақшы, ендігі аптада әкелер мен балалар матчы болады. Сіз қатыса аласыз ба? Қатсам балам. Уақыт табуға тырысам. Мыналардың әкелері бәріне көне беретін сияқты ғой. Соны айтам. Айтпақшы досым, та бір жақсы жоба шығып тұр. Серіктес болуға қалай қарайсың? Ой, біз осы жазда балалармен бір шетелге шығып қыдырсақ па деп едік. Жаңа жерлерді көрсетіп, биылға жоспарымыз осы болып тұр. Сол балаларды тағатсыздана күтіп жүрген. Әке, біз де шетелге барайықшы. Балам, менде қазір басқа жоспарлар бар. Соларды аяқтап алайын. Айтпақшы Қайреке, көліктеріңіз құтты болсын. Рахмет, айтсын. Иә. Ақыры армандап жүріп алды ғой. Тұлпарың тозбасын Қайреке. Ой, рахмет. Сендерге де жұғысты болсын. Әмин. Өзің білесің ғой. Қаншама уақыт, күн, түн демей еңбегімнің жемісі. Мен де соны айтам Қайреке. Шаршадың. Бір бала шағаны алып қыдырып шетелге шығып қайтсаң жақсы болар еді. Бірге барсақ, бізге де балаларға да қызығырақ болады дегенім ғой. Қайрат аға, бәріміз барған кезде жақсы болар еді. Барамыз ғой, міндетті түрде барамыз. Бірақ кейін. Қазір сол жұмыстарын бітіріп алайын. Жас кезінде істеп қалу керек қой. Осы жазда қайтадан ешқайда бармайтын сияқтымыз ғой. Астан алыңдар, кән. Рахмет, ал. Бисмилла. Ай, бейсің кән. Бала, не істеп тұрсың? Әке, мен сізге тосын сыйтайын да қойдым. Тосын сый? Иә, сіз қаладағы ең мықты архитекторсыз, ал мен үшін әлемдегі ең мықты әкесіз. Бала? Сенің есің дұрыс па? Мынаны не істегенсің? Сен білесің ба? Күн-түн демей қаншама жұмыс істеп, әрең тапқан жаңа көлігімді. Бүлдірді ғой, ақымақ. Кешірші, мен сізге ұнайды деп ойладым. Бала, қай қолымен сіздің? Әке, Қазір көрсетеме саған. Көлікке сызғанды. кешірші, енді қайта алмайды. Қолды қой. Кешірші, әке. Қой деме саған! Неге жылайсың? Қолым ауырып жатыр. Енді жаңа көлікке сіз нең бар еді? Әкеге ұнайды деп ойладым. Қане, көрсетші қолыңды. Тек сен әкеге айтпашы, ема, ол тағы ұрады мені. Анашым, Айсұлтанның қолы істемей жатыр. Бірақ әкеге айтпа, ема. Қандай дәрі жағамыз? Кешіріңіздер. Баланың қолы жансызданып қалған. Неге ертерек алып келмедіңіздер? Ота жасауға тура келді. Қазір бала жан сақтау бөлімінде, палатаға шыққаннан кейін шығып көрсеңіздер болады. Кешірші бізді, балам. Кешірші. Әке, мен енді сіз сияқты сурет сала алмаймын ба? Сіз сияқты архитектор қалай боламын? Мені кешірші, балам. Кешірші әкеңді. Дүние деп ақымақтық жасадым, кешірші. Әке, сіздің көлігіңізге жоламаймын, әке. Уәде беремін, әке. Балапаным, Мақсұл.